конкурс болады дегенде, конкурс Қарағандыда болады деді ғой. Қарағандының ұлы адамдарымен танысып шықтым. Содан кейін өзіме ұнаған осы Ақселеу Сейдімбеков болды. Бұл кісінің енді қазақтың қара өлеңі, қара сөзі, қазақтың ауыз әдебиеті, ауыз тарихы, қазақтың бейпіл сөздері, соның бәрін зерттеген адам ғой бұның. Қаншама ішінде бұл кісінің білім, өнер білім толып жатыр ғой бұл кісіден. Қарасаңыз, қол өнерден де бар бұл кісі. Қамшы жасайды. Қазақтың қол өнерін қандай керемет жасаған. Қазақтың күйлерін зерттеген, бір өзінің басында қаншама өнері бар, мысалы, қарасаңыз. Сол жақтары мені қызықтырды. Содан осы кісінің портретін сомдауға тырыстым. Менің негізгі бағытым ұлттық тақырыпта тарихи суреттер салу, осындай ұлы адамдарды дәріптеу, сол туралы көрме ашу менің ойым. Соған жұмыстар жазып жатырмын. Ана жерде Абай Құнанбай, Шәкәрім, былтыр Абай жылында Абай Құнанбайдың 2 портретін сомдадым мысалы. Ана жерде Әлия Молдағұлова бар. Бұл кісінің портретін салу барысында негізінен кестішке істеткен жоқпын. Міне осындай мастихиннен 3-4-еуін пайдаландым. Осы 3-4 түрі бар. Осыны краскілермен езіп отырып, осылай істеп шықтым бастан аяқ. Енді фотоаппарат сияқты салып шығуға болады, аудыртпай. Бірақ енді жанды көріну үшін, суретшінің өзіндік қолтаңбасы көріну үшін, жеке дара сезіну үшін осындай істермен салып шықтым. Алдағы уақытта енді салынбаған осындай мықты ағаларымыз, қазақ үшін еңбектерін төккен аталарымыз, ағаларымыз көп қой. Сол кісілерді салып шықсам деймін бастан аяқ. Енді салып келе жатырмын, осы уақытқа дейін бір 10 шақтысын салған шығармын. Әлі де сол көбейтіп салсам деймін.